Сұрайтын қолды Алла тағала не дейді пайғамбарымыздың хадисінде? Алла тағалаға пенде қолын жайып сұраған кезде дейді, Алла пендесінің қолын бос қайтаруға ұялады дейді пайғамбарымыз айтады. Сұраған қолдан бос қайтаруды ұялады дейді Алла тағала. Біз кімнен сұраған жақсы деп айтып жатырмыз? Алладан сұра. Адамнан сұрағанның екі көз шығады дейді. Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Көзің шығарады адамнан. Бір айттым ғой, ең жек көрішті адам сұраған адам ғой. Енді қараңыз, Құдайдан сұрамасаң ренжиді дейді ғой. Құдай сұрамасаң ренжиді дейді. Керісінше, сұрамасаң проблема береді дейді. Өзіне қарай қайтару үшін дейді. Сұрату үшін. Сұраған пенде Құдайдың ең сүйікті пендесіне айналады дейді. Алладан сұрай беретін пенде бар ғой, бұл Құдайдың ең сүйіктісіне айналады дейді. Сол үшін одан Алла тағала бермеуге ұялады дейді адам.